Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге керемет дәмді болып шығатын, дәмі ауызда еритін пончиктердің рецептімен бөлісемін. Мен көптеген рецепттерді қолданып көрдім, бірақ та ең керемет рецепт осы рецепт. Міндетті түрде жасап көріңіздер, 100% кепілдік беремін. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, жанында қоңырша белгісін басыңыз. Ең бірінші жылы сүтіміздің үстіне қантты салып, жақсылап венчикпен араластырасыздар. Қандымыз толықтай ерігенше араластыруларыңыз қажет. Сүтіміз міндетті түрде жылы болуы қажет. Енді үстіне құрғақ ашытқымызды саламыз және тағы да венчикпен жақсылап араластырасыздар. Мен міндетті түрде төменге барлық қажетті заттарды описание қалдыратын боламын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Және де тағы бір жұмыртқа салып, толықтай араластырамыз. Және де ертілген маргарин немесе сары майымызды салып, тағы да венчикпен араластырасыздар. Ең соңында ұнымызды осылай електен өткізіп, аз-аздан қосып, венчикпен араластырып отырасыздар. Бұл жерде електен өткізуіміз өте маңызды. Сіздің пончиктеріңіздің пышный болып жақсы көтерілуіне әсер етеді. Осындай басқан кезде жұмсақ, қолыңызға кішкене ғана жабысатындай қамыр болуы қажет. Енді осы қамырымызды бетін пищевой пленкамен жауып, 1 сағатқа немесе 2 сағатқа жылы жерге қойып қоюларыңыз қажет болады. Және де біздің осы қамырымыз 2 есе көтерілуі керек. Осындай болып көтерілуі қажет. Мен 1,5 сағатқа қойдым. Енді осы қамырымызды бетіндегі пищевой пленканы алып, қазір кішкене ғана столымызға ұн сеуіп, осы қамырды сол жерге жаятын боламыз. Қамырымыз жабысқақ болғандықтан, қолыңызға жабыспас үшін кішкене ғана ұн себесіздер. Қатты көп себудің қажет жоқ. Осылай видеодағыдай қылып, оқтаумен жайып, қалыңдығын видеодағыдай қылып жасайсыздар. Енді формасын жасап, осындай дөңгелек қылып кесіп аламыз. Барлығын осылай ең алдымен дөңгелек қылып кесіп алғаннан кейін кішкене формасын келтіріп, осылай тақтайдың үстіне жинап, 20 минутқа көтеретін боламыз. Тағы да беті міндетті түрде пищевой пленкамен жауып қоясыздар. 20 минут өткеннен кейін бетін пищевой пленкадан алып, біздің пончиктеріміздің ортасын осылай кесетін боламыз. Менде вупи пайдың насадкасы, немесе сіздерде басқаша вариант болса, қолдансаңыздар да болады. Мінекей біздің пончиктеріміз осылай топ-томпақ болып көтеріліп тұруы қажет. Енді осыны майға қуыратын боламыз. Бұл жерде майымыздың көп болуы маңызды, яғни сіздің пончиктеріңіз толықтай майға батып тұруы қажет. Видеода көріп тұрғандарыңызда екі жағын бірдей етіп қызартып қуырып аласыздар. Мінекей біздің пончиктеріміз дайын болды. Міндетті түрде толықтай суытуларыңыз қажет. Енді осы суыған пончиктерімізді біз шоколадқа батыратын боламыз. Мен шоколадты сары май және шоколадты қосып, су моншасына ертіп алдым. Міндетті түрде описанияға толықтай мөлшерінде қалдыратын боламын. Және де біз бұны 5 минуттай суытатын боламыз. Енді пончигімізді осылай шоколадтың бетіне батырып, дәл осылай барлығын жасап шығасыздар. Қазір мен сіздерге пончиктің ортасын көрсетемін. Қарап тұрсаңыздар, осындай жұмсақ керемет болып шығады. Егер де сіз бауырсақ пісіретін болсаңыз, осы пончиктің рецептімен пісірсеңіз де болады, өте керемет болып шығады. Енді шоколадымыз қатпай тұрған кезде пончиктің бетін сәндейтін боламыз. Бірақ ол өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлсая.